көлдің мәселесі туралы, оның экологиялық жаңағы зияны бар екені, радиацияның жоғары екені туралы біраз көтерілген. Шатыркөл 10 жыл бойы сол жерден шыққан руданың, алынған рудаларының жаңағы радиациялық мөлшері жоғарылағаннан кейін сол жердің жергілікті халыққа зияны келтіріп отырғанын ол жердің жергілікті халықтары да тұрғындары да көтерген болатын. Енді осы мәселе бойынша сіз осы Шу ауданына әкім болып келдіңіз. Бұл сұрақты сіздің алдыңызда да біз журналистер барып көтердік. Енді сіз сол 10 ай уақытында осы Шатыркөл мәселесі бойынша қандай жергілікті жаңағы қойылған сұрақтар, туындаған сұрақтарға қандай шешімдер сол жерде орын алды? Өте дұрыс айтып отқан мәселеңіз. Бұл ауданда қызмет атқарған, жұмыс атқарған уақытта осы мәселені өздеріңіз де көтергендеріңіз өте орынды, халықтың да тарапынан осы мәселе көтерілген болатын. Біз осыған байланысты мынау 2021 жылы желтоқсан айында аудан әкімі мен Қазақмыстың ортасында меморандум жасалған. Онда сіздер жақсы білесіздер. Сол меморандумдағы тармақтардың барлығының орындалуын біз қатаң бақылауға алдық. Оған сіз де атсалыстыңыз, екі жақтап атсалысып, біз осы меморандумның орындалуын нәтижесіне жетуге жұмыс жасадық. Оның ішінде енді бүгінгі күнге меморандумда көзделген жаңағы мынау табло орнату, мынау жаңағы рудан алып кететін темір жол тұйығына жол салу, 600 метр асфальт төсеу, ол мәселені бұлар орындады, таблоны орнатты. Одан кейін осы екі ауылдың ішіндегі жаңағы мұқтаж отбасыларына әлеуметтік көмек беру мәселесінде бұлар қолға алды, оны да орындады. Енді бұл жерде қалып тұрған мәселе көпір. Сіз оны жақсы білесіз, Мадина ханым. Бұл көпір өте маңызды. Бұл көпірмен сол жаңа темір жол тұйығына осы Қазақмыстың үлкен жүк көліктері рудан тасып жүреді. Ол рудан тасыған кезде үстін жаппай тасу мәселесі де көтерілген болады. Білесіз ғой? Ол мәселені де біз назарға алып, бақылауға алып, ол бағытта да, ол тармақты да бұлар орындады. Кейін тентпен жауып, сөйтіп тасымалдайтын, суын шашып, оның бәрін орындады. Мен айтамын, бұның бәрін орындағанда бұлардың Қазақмыстың тікелей міндеті орындау. Оны біз бен сіздің бірлесіп көтермесек те орындау керек еді бұлар. Солай емес пе? Бұлар өздерінің тәртібі сол. Жарайды енді, оны орындады. Мен ойлаймын, бұл енді майда шүйде мәселе ғой. Бірақ халыққа, бізге бұл майда мәселе емес. Бұл жабылып тасылу керек, жаңағы таблоның мәселесі, жолдың мәселесі. Бұл жерде тағы бір көтерілген мәселенің орындалмай қалғаны көпір. Жаңағы ауылдан бері қарай, тұйыққа қарай өтетін көпірді бұлар орындалмады. Бұл көпірге байланысты біз сол Қазақмыстың ішіндегі басқарма басшыларымен тікелей жұмыс атқарып, аудан әкімі болып отқан кезде 2 рет сол Шу ауданына шақыртып біз кездесу өткіздік олармен. Сондағы бұлардың айтқаны міне жылдың аяғында деді, күзде деді, жылдың аяғында деді, проект жасап жатырмыз 350 миллионға көпірді деді. Сонымен сол жыл бітті ғой. Сол кейін сол көпір салынған жоқ. Енді менің оған қосымша тағы да айтатыным, біз сол Қазақмысқа қосымша жаңағы хат жолдаған болатынбыз. Аудандағы мұқтаж, аз қамтылған отбасыларына әлеуметтік көмек беру туралы бір емес 2 мәрте менің қолыммен хат дайындап, ауданның арнайы жаңағы Шу руханият деген қорға түсіріп, сол мұқтаж отбасыларына жаңағы тиісінше көмек береміз дегенде жоспарымыз болып, соған да біз ұсыныс жасаған болатынбыз. Өкінішке орай ол мәселе де орындалмай қалды бүгінгі күнге. Енді ары қарай жаңадан орындалмауының себебі не деп ойлайсыз? Себебі мен ойлаймын, енді бұл мәселеге жаңағы атүсті қаралып тұрма бұл мәселе. Менің қазіргі ұсынысым, мен ойлаймын, мына меморандумды қазір қайтадан қарау керек. Жаңа форматта қарау керек деп мен есептеймін. Қазіргі жаңағы талапқа байланысты, қазіргі көтеріліп отқан мәселені ескере отырып, Мадина, ескере отырып, мына меморандумды біз қайтадан қарауымыз керек. Сол меморандумда жаңағы мәселелерге қосымша тағы да қандай мәселелер болады, соны да қосып көрсетуіміз керек деп мен есептеймін.
И нақты меморандум жасаған кезде біз нақты мерзімін көрсетуіміз керек. Міне мынандай жұмыс атқарыла ма, сол жұмыс мына уақытта бітеді деп. Содан кейін халықтың алдында келіп, сол бағытта меморандумға байланысты есептерін беру керек деп мен есептеймін. Сонда ғана бұл ары қарай жаңағы үлкен мәселелер осындай шешім табады деген ойдамын. Енді осы Қазақмыстың мәселесін жалғыз Шу ауданының әкімі ғана бақылауға ұстау керек пе, әлде Жамбыл облысының әкімдігі де бақылауға ұстау керек пе еді? Бұл былай ғой, жалпы бұл аудандық емес, бұл облыс әкімінің назарында тұрғанда мәселе. Бұл мынау біздің республикалық жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің тарапынан осыны қадағалайтын бас санитарлық инспекторына дейін біз шақыртып, келді ғой. Иә, сіз жақсы білесіз, шақыртып біз олармен кездесу жасағанбыз. Елдің, өзіңіз де болдыңыз, иә. Сондықтан бұл мәселені біз облыстың әкімдігі бұны жақсы біледі, бақылауда ұстап отыр, аудан болса да бақылауда ұстап отыр, республикалық деңгейде де бұл қадағалауда деп мен есептеймін. Бірақ жаңағы өкінішке орай мен айтқан үлкен мәселелер, айтқан мәселелерін жаңағы орындалуын біз аяғына дейін жеткізуіміз керек деп есептеймін. Орындалу керек ол. Иә, сіз қазір айтып отырсыз, облыс әкімінің назарында, аудан әкімінің қадағалауында, бірақ жаңағы қойылған мақсаттар, меморандумда көрсетілген шарттар түгелдей орындалмаған. Енді Қазақмыстың басшысын өзіңіз білесіз, кім? Оның енді Огай деген кісі бар. Соның акциясының бір 70-тен аса пайызын ол кісілер өздерінікі, ол кісілерінікі. Форбстың мүшелері, миллиардерлер. Енді қарапайым халықтың жағдайын, шарттарды орындамағанына қарапайым халықты менсінбегені ме? Қалай ойлайсыз, осы басшылардың, жаңағы Кимнің болсын, жаңағы Огайдың болсын, тағы басқалардың болсын, менсінбеуі ме сол кезде деп? Мен енді бұлай айтайын. Бұл мен жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой, меморандумда белгіленген тармақтардың біразын, басым көпшілігін бұлар орындады. Бірақ ол меморандумда ол көрсетілген тармақтары бұлар онсыз да орындауға міндетті тармақтар. Солай ғой енді жаңағы. Енді орындамай жатыр ғой. Иә, енді мынау үлкен көпірге байланысты мәселені мен жаңа айтып отырмын ғой, бұл меморандумды тағы да қайтадан қарап, жаңартып, бұған қосымша тағы да қандай қажеттіліктер бар, елдің ойында жүрген мәселені ескере отырып, осыны қосып қайтадан қарау керек деп мен есептеймін. Әлде облыстың әкімінің сөз өтпей ме? Енді облыстың да тарапынан бұл мәселе айтылып жатыр. Бұған тағы да қайталап айтам, бұған меморандумға байланысты мәселені жаңағы айтқан жұмыстардың қосымша қосып, қайтадан жаңартып жасап, бұны бақылауға алу керек деп мен есептеймін. Енді біз былай ғой, біз қайта-қайта мынау шығып жаңа меморандумдағы мәселенің орындалуын талап еткен кезде бұлардың уәждері, мынау үлкен проект, оған біз жобалық сметалық құжаттар дайындауымыз керек. Оған келісемін енді. Көпір болғаннан кейін жобалық сметалық құжаттар керек, оған экспертизадан өту керек. Оның бәрі солай ғой заң бойынша. Соның бәрі бізде уақыт алды. Біз бірақ мынау көктемде, биылғы міне қазір келді ғой, көктемде келеді ғой, бір айдан. Көктемде сол құрылыс жұмыстарын бастаймыз деп 3 айға, жылдың аяғына дейін бітіру керек. 3 айға бізден сондай мерзім уақыт алған болатын. Көрейік, мартта бұлардың сол жұмысты бастаған, бастамаған. Оны уақыт көрсетеді. Енді сіз өзіңіз білесіз, мына Шатыркөлдің Руданың кесігінен ол жерде ураны бар. Ураны бар туралы ол жердегі сол жергілікті тұрғындардың өздері де көтеріп отырған. Бұл ураны бар жерде радиация өте үлкен. Малдардың түсік тастағаны, қара малдардың, жаңа қойлардың екі басты қозыларды туғаны туралы, жастардың онкологияға шалдығып жатқан туралы, көп аурулардың өмірінде болмаған аурулардың жаңа болып жатқандары, сондай көрсеткіштердің жоғары болып жатқаны, адамның өлімі де жоғарылып жатқаны туралы сол жерде медицина саласындағы жасап жатқан қызметкерлер де оны бізге айтып кеткен болатын. Енді осы салада Шатыркөлдің Шу ауданына егер санитарлық норманы сақтамаса, экологиялық норманы сақтамаса, онда Шатыркөлді жабу керек шығар. Халықты қыра береміз бе сол кезде? Үзілді-кесілді жабу керек деп айта салу, ол енді кішкене мынау ырыққа келмес.
жаңа сіз айтып отқан мәселе, сіз анау есіңізде болса, сол кезде біз шақырдық қой, мынау денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері келіп. Сонда мынау облыстық, аудандық біздің өздерінің жаңағы бөлімшелері, басқармалар арқылы тексерулер, зерттеулер жүргізіп, жаңа сіз айтып отқан мәселелерге байланысты олардың бізге бергені мынау тиісті нормативтен аспайды деп сондай бір қорытындылар берген, есіңізде болатын болса. Сондай қорытындылар берген. Енді бұл енді мәселеге жаңа сіз айтып отқан енді мынау түсік шалды, басқа мәселе, денсаулық дейтін мәселе келетін болсақ, бұны жаңа жаппау деген мәселе келетін болсақ, бұны қазір нақтырақ тағы да талдап, зерттеу керек, содан кейін барып қана тиісті шешім қабылдауға болады деп мен есептеймін. Қазір енді үзілді кесілді, олай айтуға енді мен талдау керек шығар деп ойлаймын. Енді ураны өзіңіз енді сол Жамбыл облысының тұрғынысыз ғой, өзіңіз сол жерде туып өстіңіз. Енді ураны бар жерде жаңа радиация болмайды деп ойлайсыз? Кешегі бұл былай ғой. Мен енді былай айтайын. Жоқ, бұл болатыны анық қой енді. Бірақ кешегі тағы да қайталап айтам, жасаған зерттеу қорытындыларында экологтардың мынау денсаулық сақтау министрлігінің тарапынан жасалған қорытындылардың көрсеткіштерінде берген жаңа қорытындыларында бұлар нормативке, нормаға сәйкес деп беріп отыр. Егер бұған қазір күмән болатын болса, сіз айтып отырғандай, онда бұны тағы да зерттеу жүргізейік. Тағы да қарасын, нақтырақ қорытындысын жасасын, талдауын нақтырақ жасасын. Әр нәрсені өндірген кезде өзінің нормативі болады. Егер ол нормативтен аспайтындай жағдай болатын болса, ол жұмысын ары қарай жасау керек. Дұрыс айтасыз, егер нормативтерден асып, ол асатындай жағдай болатын болса, оған тиісті шара мемлекеттің тарапынан қолданылу керек деп есептеймін. Сол жердің тұрғындары, жаңағы Қонаев ауылының тұрғындары бізге берген құжаттары бойынша өздері жекеменшік сарапшыны шақыртқан етін. Бізге дейін, біз барғанға дейін. Сол жеке сарапшылардың қорытындысы бойынша, ол кісілердің көрсеткіштері бойынша жаңа жаздың күні күн ыстықта түсірген. Ол кездегі КАМАЗдардың жаңағы тасымалдап аудан тасып жүрген көліктердің үстері ешқандай жабылмаған. Сол уақыттан бастап бұл кісілердің жаз бойы еккен егіндерінен ешқандай егін толықтай алынбағандықтан сондай мәселе туындап отырғаннан кейін жаңа сарапшыны шақыртып, сарапшы жаңағы өлшеген радиациясы қанша мөлшерде екенін сол жердегі көрсеткіштер 750, 500, 250-ді құраған. Яғни ол халықтың жаңағы өздері шақырған сарапшының берген анықтамасы жалған болған ма сол кезде? Енді ол сараптаманың қорытындысы жалған емес деп баға беретін менде ондай қазір бетіп кесіп айта салатын. Халық көрсетіп отырсыз. Жоқ, дұрыс қой енді. Жаңа сіз айтып отырсыз, сараптама қорытынды берді, жеке сараптама деп. Ол сараптама, егер ондай қорытынды білетін болса, ол қорытынды алғаннан кейін ары қарай бұған бір іске жарады ма бұл? Или қалды ма сол жерде? Оны жарау үшін ары қарай қимылдату керек шығар мүмкін оны. Оны мына тиісті құзырлы органдарға беру керек шығар, ол сараптаманың қорытындысын. Соған байланысты тиісті мынау құзыретті органдар жұмыс жасау керек, Мадина, егер ондай қорытынды сараптама болатын болса, деп ойлаймын мен. Қазақмыс енді руданы жаңағы Шу ауданынан өндіріп, сол жерден шахтадан шығарып жатыр. Бірақ жаңағы салықты қай жерге төлеп жатыр? Неге Шу ауданының салығына төленбейді, салық сол жерге жергілікті жерге төленбейді? Неге ол Жамбыл облысының жаңағы бюджетіне төлеу керек? Бұл енді былай ғой, бұл мәселені ойыңызда болса, сол кезде де сіз көтерген болатыз салыққа байланысты. Бұл салыққа байланысты мынау салық жүйесі салық кодексімен заңмен реттелетін дүние салық деген. Сол салық кодексінде белгіленген өзінің жаңағы тармақтарына байланысты солай белгіленген. Мынау жаңағы санатқа бөлінген. Сол санатқа байланысты солай қалыптасқан. Бұл республикалық бюджетке өтетіні бар, тікелей аудандық бюджетке түспейтін салықтары бар.
бұл тек қана неге бұл жердің жапа шегіп отырған сол жердің азаматтары жоқ, ол дұрыс қой. Енді сол кісілерге беріп иә, бұл мәселені мен жоғарыда айтып отырмын ғой. Салық кодексіне байланысты санатқа бөлініп, сол санатқа байланысты. Бұл енді басқа мемлекетке мен бұны зерделейін, талдайын. Бұл басқа мемлекетке кетіп жатқан жоқ қой. Бұл Қазақстан Республикасының бюджетіне түсіп жатыр. Бұл басқа мемлекетке кетіп жатқан жоқ. Бұл республикалық бюджет арқылы облыстық, аудандық бюджеттерге қайтадан беріліп жатыр. Ол берілген бюджеттерге тиісті әлеуметтік нысандар салынып жатыр деген сияқты. Бұны толығырақ қарайық. Мен енді бұның тәртібін, басқасын зерделеп көрейік. Жақсы, осы жақында жаңа Жамбыл облысының әкімі Нұржігітов мырза Шу ауданына барып, Шудың әкімдерінің кезінде жұмыс істеп кеткен әкімдеріне сын айтқан екен. Жұмысын жасамады, жаңа көптеген мәселелер шешілмеді деп. Бұл жерде Жамбыл облысының әкімі Нұржігітов сізге сын айтты ма, әлде алдында сіздің алдыңызда жұмыс істеп кейін бірнеше жыл осы жерде отырған Календеровқа сын айтты ма? Енді, Мадина, мен ол сынға былай қараймын. Сын айтылу керек. Ол кісі тек қана Шу емес, басқа аудандарға да барған кезде сын айтты, мысалға. Ол барған жерде сын міндетті түрде айтылу керек. Өзі әр бағытта тармақ көп, бағыт көп, сол бағыттағы жұмыстың жаңа жүруіне қарай облыстың әкімі бағасын беріп сын айту керек деп мен ойлаймын. Ол сын айтқаннан кейін сол бағыттағы жұмыстар өзі көтеріліп, жаңағы жұмыс жүру бағыты ауқымы өзгеретін болады. Кеше мысалы президентімізде осы Астана қаласының мәселесін қараған кезде ол кісі мысалы көп сын айтты. Мынау жасылдандыруға байланысты мәселелер, тротуарларға байланысты мәселелер. Ол сын айтылу керек. Оған дұрыс қарау керек, дұрыс қабылдау керек оны. Жұмысыңызға ол кісі теріс баға беріп отыр ма, әлде Календеровке беріп жатыр? Ол жалпы ауданның жұмысына беріліп отқан жаңағы белгілі бір бағытында мына жұмысты көтеру керек, мына жұмысты кішкене үдейту керек деген бағытта айтылып отқан дүние. Бұл нақты бір адамның басына айтылып отқан дүние емес. Ол сын жалпы айтылу керек. Біз өзіміз журналистік зерттеу жүргізу барысында осы Жамбыл облысы Шу ауданына жалғыз мен емес, бізде Мақсат Сұлтанғазиев та сол Шу ауданының тұрғыны. Сол жердегі көптеген мәселені біз бір жыл емес, біраз жылдар көтеріп келе жаттық. Ол кезде Календеров қазіргі Жамбыл облысының жаңағы замы ғой, қазіргі Нұржігітовтің. Ол кісі кезінде Шу ауданының әкімі болып отырды. Сол әкімдік болған кезде көптеген мәселелер осы жерде туындап отырды, бірақ олар шешімдерін таппаған. Көп былықтар қалған. Енді сол былықтың барлығы сізге келді ғой 10 айда. Енді 10 айда сіз оның бәрін шешіп үлгермедіңіз. Сізге айтарым, мен өзім сол жердің куәгері болғаннан кейін, өзім білгеннен кейін, өзім көзіммен бәрін көргеннен кейін осыны сізге айтып отырмын ғой. Енді өзіңіз сол қанша нәрсені сіз үлгердіңіз 10 айдың ішінде, не жасалмай қалды? Енді сіздер жақсы білесіздер ғой, мына аудандық деңгейде болсын, облыстық деңгейде болсын, атқаратын жұмыстар қыруар қазір. Өте көп. Көп мәселелер шешімін тауып та жатыр. Негізі көп мәселе шешімін тауып та жатыр. Мен ылғи айтам, мысалы, мынау егемендік алғалы бері қанша әлеуметтік нысандар салынды, қанша жолдар салынды, қанша мынау білім саласы болсын, мәдениет саласы болсын, медицина саласы болсын, қанша жұмыстар атқарылды. Бірақ дегенмен, әлі де болса біздің атқаратын жұмыстарымыз көп. Мен ана өзіңізбен кездескен кезде айттым ғой, бізде ана қордаланып тұрған мәселе, мысалы Шуда парифтерге байланысты Төле биде газдың мәселесі, одан кейін мынау шайынды сулардың мәселесі, қаладағы үлкен мәселелер. Одан кейін кешегі мынау подстанциялардың мәселесі Шу ауданда. Біз енді 2 подстанцияға уақытында жасалып, кейін аяғына жетпей қалған, соның біреуін жасап, аяғына жеткізіп, өткенде елдің игілігіне берді жігіттер. Ол мынау Шудың өсіп, үлкейіп келе жатқаннан кейін, мынау коммерциялық нысандардың көбейіп келе жатқаннан кейін, мынау электроэнергияға деген сұраныстың өсуіне байланысты тиісті подстанцияның күшін көбейту үшін жасалып отқан дүние. Енді сол бағытта көп жұмыстар қазір атқарылды. И атқарылмай жатқан жұмыстар да бар. Жаңа өзіңіз айтып отқан, мен айтып отырмын ғой жаңағы, шайынды суларға байланысты, газдың мәселесі бар. Мысалы, өткен жылдың өзінде 6 ауылға газ кіріп, 6 ауылға су кіріп жатыр да, мысалға.
Биыл тағы да мынау Шоқпарға дейін магистралды газ құбыры тартылайын деп жатыр, алла бұйыртса. Жалпы 2025-ке дейін, 24-25-ке дейін Шу ауданында газдың, судың мәселесі толық шешіледі деген жоспар қойылып жатыр. Бұның бәрі мынау рет-ретмен, кезең-кезеңмен жасалатын дүние. Бұл жасалып жатқан жоқ деп айтуға болмайды. Жұмыс жүріп жатыр, жұмыс жасалып жатыр. Көп мәселелер келген кезде мынау қаражаттың жетіспеушілігі. Мен жаңа айтып отқан жобалардың бәрі үлкен жоба. Ана елдің аузында жүрген шайынды су мысалы. Оған жобалық сметалық құжаттарын жасап, өткен жылы экспертизасын өткізіп, біз бюджетке ұсындық. Ұмытпасам 3,7 миллиард теңгедей қаражат. Үлкен қаражат қол мысалға. Ол бірақ жаңа өзіңіз жақсы айттыңыз, ол қордаланып, бұл 15 жылма айтылып келе жатқан дүние. Енді Алла қаласа ол шешімін табатын шығар деген үлкен ойдан, жақсы ровд-ның зданиясын салу, соңына 2 жайлы мектептің мәселесі кіріп жатыр мысалы ауданға. Одан кейін мынау кеше бюджеттік өтінімде қарап отырсақ, Шу ауданды өзіңіз жақсы білесіз, мынау пәтер мәселесі, тұрғын үй мәселесі де әбден қордаланған мәселе. 3 үйдің 5 этажды 80 пәтерлік 3 үйдің құжаттарын бәрі әзірленген болатын. Оған қаражат енді жетіспеушілігіне байланысты республикадан қаралмай келе жатқан, бірақ кешегі өтінімде биылғы уточнениеге соның үйді ұсынылған екен облыстың тарапынан. Енді ол да өзінің шешімін тауып қалатын шығар деген үміттеміз. Жалпы дұрыс айтасыз, шешілетін жұмыс істеймін деген адамға жұмыс істеп шешетін мәселелер жеткілікті. Солай жұмыс жасайды деген үлкен ойдамын. Қазіргі келген азаматта Бақытжанда Жәнібекті өте іскер азамат, мен өзім білетінім. Бақытжанда Шу ауданының өсіп өркендеуіне үлкен үлесін қосады деген сенімдемін мен алдағы уақытта. Жақсы, енді бұл туралы енді өзіміз қадағалай жүреміз. Қаншалықты Шу ауданының сіздерден қалған, жасалмай қалған, бітпей қалған жұмыстардың барлығын қазірге келген жаңа әкім ары қарай оны қалай алып кететіні, ол алдағы жұмыстарын ары қарай өзіміз қарап қадағалайтын боламыз. Енді қазір өзіңіз сенатор болып келдіңіз, келгеніңізге көп уақыт болған жоқ. Қазір сенатор ретінде қандай жоспарыңыз бар Жамбыл облысына? Сіз Жамбыл облысының атынан түстіңіз ғой? Өте жақсы сұрақ. Қазір сіз өте дұрыс байқап отырсыз, мынау қазіргі сенаттың, парламенттің жалпы жаңа құрамда құрылуы, қалыптасуы, қазір мәжіліспен облыстық, аудандық, қалалық деңгейдегі мәслихаттардың құрылуы, оның өзі қазір өзіңіз білесіз, мәжілістің өзі 30% бір мандатты, облыстық депутаттар 50%, аудандық, қалалық деңгейдегі депутаттар жалпы барлығы бір мандатты болып, сайлауды жүйесінің жаңа өзгерісінің өзі бұл жаңалық әкеліп отыр. Сол сияқты қазір біздің бірінші міндетіміз, мынау сенаттың, парламенттің міндеті, біз қазір мынау жергілікті жердегі мәслихат депутаттарымен, жергілікті атқарушы билікпен қоян қолтық қарым-қатынаста жұмыс жасауымыз керек. Өйткені мынау парламентте отырғаннан кейін мен Жамбыл облысының тыныш тіршілігінің бәрін білетін, ертең қалыптасатын мәслихат депутаттарымен, аудандық, қалалық мәслихат депутаттарымен және жергілікті атқарушы билікпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасауым керек. Мен алдыма ойып отқан жоспарым бірден бір сол. Өйткені біз қазір осы уақыттың өзіне дейін бір 7-8 заңның қаралымына қатысып, өзіміздің комитеттерде, жұмыс топтарда қарап жатырмыз. Сол қабылданатын заңның бәрі халыққа, елге байланысты болғаннан кейін, сол заңның қабылданатын мерзімінде біз алдын ала жергілікті атқарушы билікпен және жергілікті мәслихат депутаттарымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасауымыз керек деп есептеймін. Өйткені енетін өзгерістің бәрі елден шығу керек қой. Міне біздің қазіргі менің бағытымдағы жұмысымда алдыма қойып отқан бірден бір мақсатым сол жергілікті жермен, жергілікті атқарушы билікпен тығыз қарым-қатынаста болып, соған байланысты мәселелердің шешуіне атсалысу. Мысалға, қазір қандай да бір мысалға жоспарыңыз бар ма? Атап кететіндей. Жоспар, мен жаңа жоғарыда айттым ғой. Қазір мысалы біздің облыс бойынша қазір мынау алдағы бюджеттің жаңағы уточнение дейміз ғой енді, алдағы бюджеттің қаралуына үлкен жобаларды, облыстық деңгейде дайындалып отқан жобаларды алдырып, соларды алдағы болатын бюджеттік қаралымдарда сол облыстың жобаларын соған ұсынып,
сол жаңағы қабылдануына тікелей атсалысу. Енді мынау сайлау барысында сіз сенатор ретінде тағайындалдыңыз. Сізді халық сайлады ма, әлде үкіметтің өзі сайлай салды ма? Енді бұл былай ғой. Біз мынау сайланған парламент сенаторымыз, біз мынау заңға, конституциялық заңдарға байланысты бізді жергілікті жердегі барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауымен сайланамыз. Мен осы жүйемен сайланып келіп отырмын қазір. Аудандық, жалпы Жамбыл облысындағы барлық деңгейдегі мәслихаттардың депутаттарының қолдауымен. Яғни бүткіл облыстың мәслихаттың депутаттары сізді қолдады. Енді сізді қолдау үшін қандай да бір жұмыс, көзге түсетін жұмыс атқардыңыз ба облыс бойынша? Енді сізді осы жерге алып келген үшін, сіз сайлаған былай ғой, Мадина, енді сіз жақсы білесіз, мен Жамбыл облысының тумасымын. Біріншіден, одан кейін мынау жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін бүгінге дейін 23 жылдан астам уақыт мемлекеттік қызметте жұмыс жасап келе жатырмын. Барлық деңгейде бас маманнан бастап басқа облысқа шыққан емеспін, сол Жамбыл облысында бүгінге дейін мемлекеттік қызметте жұмыс атқарып келе жатырмын. Төменгі лауазымнан бастап. Әр бағытта облыстық деңгейде, аудандық деңгейлерде, облыс әкімінің аппаратының деңгейлерінде барлық салаларда, барлық бағыттарда мен жұмыс атқарып келдім осы уақытқа дейін. Енді соған байланысты сондай шешім қабылдадым, белімді буып. Мынау аудандық, облыстық деңгейлерде қызмет атқарғаннан кейін, мынау алдыңғы шептерде, аудандық жүрген жігіттерді ылғи айтамын, алдыңғы шепте халықпен жұмыс жасап жүретін деңгей ғой, аудандық деңгей. Сол жерлерде жүрген кезде заңға өзгеріс енгізу, кей кезде бір қағидаларға өзгеріс енгізу мәселелерін қаптеп қаласың. Шіркін-ай, мына қағиданың мына тармағына мынандай өзгеріс енгенде, мынау халыққа жетімдірек болатын еді деп. Сол мәселенің бәрін қорыта келе, осы бел баулап, осы депутаттық, парламент депутаттығына сайлауға түсуге шешім қабылдап, өз кандидатымды ұсындым. Аудандық, қалалық, облыстық деңгейдегі депутаттардың тарапынан осындай қолдау алдым.